Балалар, қалдарың қалай, көңіл күйлерің қалай? Мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Өлең жолды бірге айтайық. Береке бақ дарыған, жомарт көңіл жарқын күз. Сары алтынға малынған, жетті міне алтын күз. Бұл өлең жолы қандай жыл мезгіліне байланысты айтылған? Әрине, алтын күзге. Өте тамаша. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кел танысайық. Мақсаты тыңдалған материал негізінде қарапайым сұрақтарға жауап беру арқылы есту зейіндерін қалыптастыру, артикуляциялық аппаратты дамыту, фонеметикалық қабылдауды жетілдіру. Балалар, кестеге назар салайық. Міне кесте бойынша әңгіме айтайық. Кәнекей, бірінші кестеде қалай әңгімелеуге болады? Мен бақшаға барамын, өте жақсы. Бала бақшада серуендейміз, тамақ ішеміз және сабақ оқимыз. Өте дұрыс. Келесі кестеде кәнекей, қалай айтуға болады? Назар салайық. Бала бақшада ойыншықтар көп. Өте жақсы. Келесі кестеге назар салайық. Бала бақшада дәрігер үнемі біздің денсаулығымызды тексеріп отырады. Өте жақсы. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Кәнекей, құлақ салып тыңдаңдар. Сандығым бары өзгеше, қолыма алып жүремін. Ішін ашып, ақтарып, өмір сырын білемін. Ол не, балалар? Кітап. Жарайсыңдар, тамаша. Балалар, бүгін біз ұйымдастырылған оқу іс әрекетімізде жаңа сабақ сауат ашу негіздері атты дәптермен танысамыз. Сауат ашу негіздері атты жұмыс дәптері біздерді көптеген қызықтарды, көптеген білімді бізге үйретеді. Бұл кітаптың ішінде қызықты тапсырмалар бар. Және ол тапсырмаларды сендер үнемі орындап отырасыңдар. Мына дәптердің қасында тұрған оқу құралдары. Бұл оқу құралдарымен біз осы сауат ашу негіздері дәптерінен көптеген тапсырманы орындайтын боламыз. Тамаша. Бұл сауат ашу негіздері біздерді неге үйретеді, балалар? Қараңдаршы, мына суретте не көріп тұрсыңдар? Не бұл? Қызыл үй мен және көк үй. Бұл сауат ашу біздерді дауысты, дауыссыз дыбыстарды үйретеді бізге. Балалар, дауысты дыбысты біз қызыл текшемен белгілейміз, ал дауыссыз дыбысты біз көк текшемен белгілейміз. Қызыл үйде дауысты дыбыстар өмір сүреді, ал көк үйде дауыссыз дыбыстар өмір сүреді. Балалар, біз дыбысты не істейміз? Дыбыстарды естиміз, айтамыз, ал әріпті не істейміз? Көреміз және жазамыз. Бұл ережені мұқият естеріңе сақтаңдар. Кәнекей, тағы да бір рет қайталап жіберейік. Дыбысты біз естиміз, айтамыз, әріпті біз көреміз, жазамыз. Өте тамаша. Балалар, және де мына суретке қараңдаршы. Балалар, дыбыстарды біз тыныс алу мүшелері арқылы дыбыстаймыз. Және дыбыстауға артикуляция мүшелері де керек. Олар бізде тіс, тіл, жақ, ерін. Өте тамаша. Балалар, кәнекей, бірге тіл ұстарту жаттығуын орындайық. Ла, 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 Айдос жақсы бала. Ыз, 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 Анар ерекше қыз. Ша, 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 бұл біздің бақша. Тамаша. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, кәнекей, бойымызды сергітіп, көңіл көтеріп алайық. Тербеледі ағаштар, жылы-жылы жел соқты. Күлімдеген балалар шуылдасып қол соқты. Жарайсыңдар, тамаша. Ал балалар, мен сендермен бір ойын ойнағым келіп тұр.
Бұл ойын ребусты шеш деп аталады. Сендер бірінші суретте не көріп тұрсыңдар? Ай, және не тұр? Гүл. Кәнекей, осы екеуін тез-тез қосып бірге айтайықшы. Ай, гүл. Қандай есім шықты? Ай, гүл. Өте жарайсыңдар. Тамаша, жақсы. Келесі суретте не көріп тұрсыңдар? Кәнекей, бірінші сендер айтыңдар, мен буынды қосатын боламын. Гүл, Нұр. Өте жақсы. Қандай ат шықты? Гүл, Нұр деген есім шықты. Келесі суретке назар салайық. Қандай сурет? Гүл. Екіншісі сім. Қосқанда болады. Қандай есім? Гүл, сім. Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Тағы да мен сендермен бір ойын ойнағым келеді. Әуеде ұшқан шарлар ойыны. Балалар, біз бағана дыбыстарды қалай деп айттық? Дауысты және дауыссыз болады деп айттық. Қызыл үйде дауысты дыбыстар өмір сүреді, көк үйде дауыссыз дыбыстар өмір сүреді. Ендеше осы әуеде ұшқан шарларды өз ұяшықтарына орналастырайық. Ал көк үйге неге көк шарды орналастырыңдар? Өйткені олар дауыссыз дыбыстар. Тамаша. Ал қызыл шарларды неге қызыл үйге орналастырыңдар? Өйткені олар дауысты дыбыстар. Балалар, дыбыстар нешеге бөлінеді екен? Дыбыстар екіге бөлінеді екен. Дауысты және дауыссыз болып. Дауысты дыбысты біз қызыл текшемен белгілейміз. Дауыссыз дыбысты біз көк текшемен белгілейміз. Дауысты дыбыстың айтылуы кезінде ауа өкпеден кедергісіз шығады. Ал дауыссыз дыбыс сөйлегенде ауа кедергімен шығатын дыбыстарды біз дауыссыз дыбыс деп айтамыз. Яғни тісіміз бен тіліміз кедергі жасайды. Өте тамаша. Осымен бүгінгі біздің оқу іс-әрекетіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарың үшін өте ризамын. Рахмет сендерге. Бүгін көңіл күйіміз өте тамаша.